Қазіргі уақытта баспа машинасының даңқы жоғалып кетті, бірақ жақында ол шынымен керемет болғаны. Енді басқа уақыт пен баспа машиналарын бұрынғы жаңалықтарға ие болды. Олар тек пернетақта баспа машинкасына сақтаған дербес бір компьютерлерді алмастырды. Мүмкін, егер баспа машинасы болмаса, компьютер болмас па еді. Баспа машинкасының өз мерекесі бар, ол 1 наурызда тойланады. Бұл алғашқы коммерциялық сәтті машинаның 1867 жылы Кристофер Шоулз патенттеген. Машина Ремингтонда сатылды және бірінші жылы 1873 наурызда алғашқы 1000 Ремингтон бір машинасын жасауға келісімшарт жасалды. Осы сериядағы бір баспана машинасы тіпті жазушы Марк Твен сатып алды. Аңыздар мен тарихи дерек көздері ағылшын патшайымы Аннаның 1714 жылы Лондондағы Сту станциясының қызметкері Генри Миллге хат жазудың жасанды әдісін әрқайсысын бөлек және қажетті тәртіппен орналастыруға мүмкіндік беретін ресми патент берген туралы айтады. Бұл жағдайда мәтін қағазға анық және нақты басылды. Өкінішке орай патент мәтіннен басқа ештеңе сақталмады. Екінші рет баспа машинасы Германиядағы сол ғасырдың 50-ші жылдарында Фридрих фон Кнаус жасаған. Өкінішке орай құрылғы танымал бола алмады, олар баспа машинкасы туралы тағы да ұмытып кетті. Келесі кезекте Испания болды. Шамамен 1808 жылы механик Терри Пелигрино графиня Каролина Фонтенеге ғашық болды. Жас қыз кенеттен соқыр болып өзінің сүйікті ғашығы үшін Терри өзінің сүйіктісіне хаттар мен өлеңдер жазған алғашқы баспа машинкасын жасады. Оған басылған бірнеше хаттар сақталды. 1829 жылы Уильям Остин Берт соқырларға арналған баспа машинкасын тайпограф деп патенттеді. Келесі баспа машинасы Сэмюэл Фрэнсистің өнертабысы. Оның 1856 жылы машинасында жылжымалы әріптер жазылған тұтқалар арнайы баспа бояумен сіңдірілген лента және тіпті жолдың соңына туралы ескертетін қоңырау болды. 19 ғасырдың ортасында белгілі бір итальяндық баспа машинкасының келесі прототипі жасалды. Бұл тереу кезінде жазбаша мәтінді көруге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы құрылғы болды. 1861 жылы бразилиялық діни қызметкер құрылғының өз нұсқасын жасады. Бразилияда ол әлі күнге дейін жалғыз өнертапқыш болып саналады. 1863 жылы барлық заманауи баспа машиналарының ата-бабасы пайда болды. Американдықтар Кристофер Лехтем Шоуз бен Сэмюэл Суле бұрынғы типографтардың санау кітаптарындағы беттерін нөмірлеуге арналған құрылғы ойлап тапты. Содан кейін принцип өз сөздерін басып шығаратын машина жасалды. Өнертабысқа патент 1868 жылы алынды. Олардың машинасының бірінші нұсқасында сандар мен әріптердің алфавиттік орналасуы бар екі қатар пернелер болды. Бірақ бұл опция ыңғайсыз болды. Неліктен? Аңыз бар, оған сәйкес жақын жерде орналасқан әріптерді жылдам басу арқылы әріптерді бар балғалар тоқтап, жұмысты тоқтатуға және қолды кептелуге мәжбүр етеді. Содан кейін Шоулз QWERTY пернетақтасын ойлап тапты. Бұл машинистердің баяу жұмыс істеуге мәжбүр ететін пернетақта. Тағы бір аңыз бойынша Шоулздың ағасы ағылшын тіліндегі әріптердің үйлесімділігін талдап, ең көп кездесетін әріптер мүмкіндігінше алыс орналасқан нұсқасын ұсынды. Бұл басып шығару кезінде жабыспауға мүмкіндік берді. 1870 жылы Михаил Иванович Алисов жылдам басып шығару немесе жылдам жазушыны ойлап тапты. Оның мақсаты қолжазбалар мен түрлі құжаттарды каллиграфиялық қайта жазуды ауыстыру болды. Жылдам басып шығару бұл өте қолайлы болды. Ол үш көрмеде Венада, Филадельфияда және Парижде жоғары пікірлер мен медальдар алды. Орыс пернетақтасының орналасуы туралы Ицукен оның пайда болу тарихи келісімде ол Америкада 19 ғасырдың соңында ойлап табылған. Содан кейін барлық компаниялардың Ицукен орналасқан бір ғана нұсқасы бір машина шығарды. Бұл қате емес, бізге таныс Ицукен орыс тілінде реформаларының кейін ғана пайда болды. Нәтижесінде алфавиттің яд және ай жоғалып кетті. Ресейде революцияға дейін баспа машиналарын шығарылмады, бірақ белсенді қолданылды. Портативті құрылғылар сандар болмады, олар басып шығару кезінде тиісті әріптерге ауыстырылды. О, З және тағы басқалары. 1929 жылы қазанда Тятизмаш жазу машиналары механикалық шеберханасында алғашқы кеңестік Янолиф машинасы дүниеге келді. Ол латын негізінде КСРО-ның түркітілдес халықтар үшін әзірленген жаңа әліпбидің құрметіне аталды. Машина қазанда шығарылды. Ол өндірістің 40%-ын берді.
44 тілге арналған машиналар шығарылды. Оның өнімдері тек ел ішінде ғана емес, Түркияға, Монғолияға, Қытайға да сұранысқа ие болды. Әр түрлі баспа машиналары болды. Стенографиялық, бухгалтерлік есеп, формулаларды және жазу үшін, зағиптар үшін және басқалары. Тіпті балама болса баспа машиналар жоқ. Пернетақта индистік баспа машиналары деп аталды. Соңғы баспа машиналар зауыты Үндістанда 2011 жылы жабылды деп айтылды. Шын мәнінде құпиялық маңызды болған кезде машиналар осы уақытқа дейін қолданыла берді. Жазу машинкасының өзін бүгінге антикварлық құндылықтар айналды. Оның кейбіреулері тіпті өнер туындысы ретінде қарастырылады.